Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәнінен қос теңсіздіктер тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 132-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табу. Өткенді еске түсірейік. Жиын дегеніміз не? Біз бөлмедегі барлық қоңыр орындықтардың жиынын нақты анықтай аламыз. Өйткені объект не қоңыр орындық, не қоңыр орындық емес. Битлстың барлық жақсы әндерінің топтамасы жиын емес, өйткені ол нақты анықталмаған. Жиынға қосу әр адамның таңдауына байланысты. Бір ән біреулерге ұнаса, енді біреулерге ұнамауы мүмкін. Көшедегі барлық шам бағаналарының жиынын нақты анықтай аламыз. Өйткені объект шам бағанасы болып табылады, немесе шам бағанасы емес. Дүкендегі әдемі киімдер топтамасы жиын емес, өйткені ол дәл анықталмаған. Кейбір адамдарға көйлек ұнаса, ал келесі біреулеріне ұнамауы мүмкін. Есіңде сақта, қос теңсіздіктерді шешу кезінде қалай пайымдауға болады? 8 кем x-тен 2 кем 11 мысалы арқылы қарастырайық. X белгісізі 8-ден артық және X белгісізі 11-ден кем теңсіздіктерінің шешімдер жиынын табайық. X белгісізі 8-ден артық теңсіздігінің шешімі 8-ден үлкен барлық сандар жиыны болады. X белгісізі 11-ден кем теңсіздігінің шешімі 11-ден кіші сандар болады. Енді осы жиындардың қиылысуын, яғни екі жиынға да ортақ сандар табамыз. Демек, бұл жерде 9 пен 10 сандары жиындардың қиылысуы болады. Екі жиынның қиылысуындағы сандар қос теңсіздіктердің шешімдер жиыны болады. Оқулықтың 10-ші бетіндегі 2-ші тапсырманы орындаңдар. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінде көрсет. 4 артық x-тен, x кем 11-ден. 7 артық x-тен, x кем 11-ден. 3-ші А тапсырмасы. Сан сәулесінен қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын қара. Шешімдер жиынын жаз. 3 артық x-тен, x кем 8-ден. 3-ші Ә тапсырмасы. 4 кем x-тен, x кем 10-нан. 3-ші Б тапсырмасы. 9 артық x-тен, x артық 2-ден. Екі жиынның қиылысуындағы сандар қос теңсіздіктің шешімі болып табылады. Үй тапсырмасы. 9-ші тапсырма. Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінде көрсет және шешімдер жиынын жаз. 14 кем x-тен, x кем 25-ден. 8 кем x-тен, x кем 19-дан. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.